Ең алдымен ыдысқа 1 стакан сүтімізді және қайнатылған 1 стакан суды құйып аламыз. Жақсылап араластырып, үстінен 1 шай қасықта қант және 1 шай қасықта дрожжымызды қосып араластырамыз. Оригинал түрлі рецепттерді іздеген болсаңыз, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Енді осылай үстін жауып 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне, осылай көбіріп шығады, яғни бұл апара пайда болды. Үстінен жарты стакан май және 1 шай қасық тұз қосамыз. 1 жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Ең алдымен 3 стакан толтырып, ұнымызды салып аламыз. Елеп және үстінен сұйық массамызды қосып, жетпегеніне аз-аздан тағы да ұн қоса отырып, осылай жұмсақ, қолға сәл жабысатын қамыр дайындаймыз. Негізі басында апара жасап алмай, солай сұйық массаға дрожждың өзін салып, сразу қамыр елеп кете беруге де болады. Бірақ апара жасап алсаңыздар, қамырдың көтерілуі тез болады. Үстін міндетті түрде пищевой пленка немесе кез келген пленканы жауып, ыстық жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. 1 пачка сосиска және 2 штук помидор және кетчуп майонезді араластырып дайындап аламыз. Салмасын өз қалауларыңыз бойынша жасай берулеріңізге болады. Тауық етінен немесе басқа да қосымша ингредиенттер қоссаңыздар, өз еркілеріңіз. Грамм сырды да осылай үккіштен шығарып алдым. Міне қамырымыз дайын. Аз ғана қамырдан осылай толып, көтеріліп шығады. 2 бөлікке бөліп, 2-4 бұрышты үлкен мисте пісіретін боламын. Немесе 3 бөлікке бөліп, кішірек домалақ пиццалар жасауларыңызға да болады. Листімнің астын біраз майлап алып, үстіне саламын және екінші қамырды жайып алғанша бірінші листтегі қамыр біраз демалып тұруы тиіс. Міне енді жаңағы демалып тұрған листтегі қамырымызды қайтадан қолмен тегістеп жайып шығамыз. Асырылған қамыр болғандықтан тез кішірейіп жиналып қалады. Енді біртіндеп салмасын саламын.
Қызып тұрған пеште 200-220 градуста 15-20 минут пісірсеңіздер жетеді. Мінекей пиццамыз керемет, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео сіздерге ұнаған болса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.